Бұл сабағымызда анықталмаған интегралға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші мысал. Мына функцияның алғашқы функциясын табыңыз дейді. Онда біз былай істейміз. Алғашқы функциясын интеграл белгісінің астына алып жатырмыз. Бұдан әрқайсысын жеке-жеке интегралдаймыз бөлшектеп. Сонда мынадан 7-ден 1 шығады. 7-ден 1 x куб b куб қосылған. Келесіден 10-нан 9 шығады. Азайтылған. X болады. Түбір асты x деген түбір асты x 2 шығады да 1 бөлінген түбір астында x dx болады. Тең мынадан 7-ден 1 көбейтілген x кубтан x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 шығады. Қосамыз 10-нан 9 көбейтілген x квадраттың алғашқы функциясы x куб бөлінген 3. Оған қосамы азайтылған 2 көбейтілген 2 түбір асты x болады. Қосылған с. Бұл тең болады. X-тің 4 дәрежесі бөлінген 28. Қосылған қысқарады, 3 болады. 0,3 x куб азайтылған 4 түбір асты x қосылған с. Жауабы осы болады. Екінші мысал. Мына функцияның алғашқы функциясын табыңыз дейді. Мынаны былай жазсақ болады. 4x қосылған 1-дің 3-тен 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Жо, 4-тен 3 дәрежесі деп. Енді бұдан интегралдау үшін бұны былай істейміз. Бірінші мына 4-тің алдындағысын шығарамыз. Оған кері бөлшек 4-тен 1 деп шығарамыз. Оған көбейтеміз. 4-тен 3-ке 7-ні 1-ді қосып, соған кері сан табамыз. Ол 7-ден 4 болады. Соған көбейтеміз. 4x қосылған 1-дің, маған 1-ді қосамыз. Ол 4-тен 7 деген сан. Қосылған сан. Тең болады. Бұл жерде 4-тен 4 қысқарады. Сонда 7-ден 1 көбейтілген 4x плюс 1-дің 4-тен 7 дәрежесі қосылған с. Жауабы осы болады. Үшінші мысал. Мына функцияның алғашқы функциясын табу керек. Алдымен бұлай істейміз. Мына үшеуін көбейтеміз. Олардың негіздері бірдей болғандықтан негіздерін көбейтеміз де дәрежесін x қылып аламыз. Сонда бұл 42-нің x дәрежесі болады. Енді осының алғашқы функциясын табамыз. Ал бұныкін табу оңай, формула бойынша 42-нің x дәрежесі бөлінген ln 42 қосылған с болады. Жауабы осы. Төртінші мысал. Мынаның алғашқы функциясын табу керек. Алдымен біз мынандай формула бар. Косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа тең косинус 2 альфа деген. Осы формуланы пайдалана отырып, мынаны түрлендірсек болады. Яғни альфаның орнында 7x тұр, сондықтан біз оны косинус 14 x деп алсақ болады. Енді осының алғашқы функциясын табу керек.
Бұның алғашқы функциясы 14-тен 1 синус 14х қосылған с болады. Бесінші мысал. Бұл жерде түбір асты x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп алсақ болады. Ал мына жерде мынау x-тің 5 дәрежесі көбейтілген, мынаны x-тің 3-тен 2 дәрежесі десек болады. Сонда мына дәрежелерді қосатын болсақ, x-тің 15-тен 2-ден 15 дәрежесі болады. Енді интегралдаймыз. Әрқайсысын бірден жеке-жеке интегралдайық. Сонда 5 алдына шығады. X-тің 2-ден 1 дәрежесі азайтылған 2 қосылған интеграл x-тің 15 бөлінген 2 дәрежесі dx тең болады. Одан интегралдау үшін 5 көбейтілген x-тің 3-тен 2 дәрежесі бөлінген 2-ден 3 қосылған, мынау минус шығады, плюс болып кетеді. 2 көбейтілген x-тан 1 болады. Қосылған. Ал мынауымыз x-тің 17 бөлінген 2 дәрежесі бөлінген 2-ден 17-ге тең. Қосылған с. Енді бұл жерде 2 мен 5-ті көбейтеміз. Сонда ол 10 бөлінген 3 көбейтілген x-тің 2-ден 3 дәрежесі қосылған 2 бөлінген x қосылған 17-ден 2 көбейтілген x-тің 2-ден 17 дәрежесі қосылған с. Сонда жауабымыз мынау болады. 6-шы есеп. Мына жерде мынаны x-тің 3-тен 1 дәрежесі деп алсақ болады. Сонда бұның алғашқы функциясын табайық. 11-ді алдына шығарып жіберіп, жеке-жеке интегралдаймыз. Қосылған 2 алдына шығады интегралдың. x-тің 3-тен 1 дәрежесінен 1 dx тең болады. Он бір көбейтілген, мынауымыз формула бойынша 13-тен 1 көбейтілген ln 13x минус 5-ге тең. Қосылған 2 көбейтілген x-тің минус 3-тен 1 дәрежесі қосылған 1 бөлімінде минус 3-тен 1 қосылған 1 плюс с тең болады. Мынауымыз 13-тен 11 ln қосылған. Мына жерден алатын болсақ 3 болады. Сонда бұл 3-тен 2 болады. 3-тен 2 мен мынаны қысқаратын болсақ 3 болады. 3 көбейтілген түбір астында x квадратта 3 болады. Плюс с. Яғни жауабы мынау болады. 7-ші мысал. Графигі мына нүкте арқылы өтетін f от x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. Егер де f от x функциясы мынаған және нүктенің мәні мынаған тең болатын болса дейді. Алдымен біз мына функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін тауып алайық. 18 интегралдың ішінде x квадрат dx 18. Бұл тең болады 18 көбейтілген x куб бөлінген 3 қысқарады 6 плюс с бар 6x куб қосылған с болады.
Енді бұл жерде x нолевойдың орнында 1, y нолевойдың орнында 3 тұр. Енді біз бұлай істейміз. 3 тең болады f at x нолевойдың орнында 1-ге тең. F at 1-іміз 3-ге тең деген сөз. 1-ді орнына қоямыз. 6 көбейтілген 1 қосылған с. Сонда бізде 6 плюс с тең 3 болды. Бұдан сының мәнін табатын болсақ, ол минус 3-ге тең. Енді осы минус 3-ті мына жерге апарып қоямыз. Сонда f at x-іміз тең болады 6x куб азайтылған 3. Яғни алғашқы функциясы осы болады бізден сұрап отырған.